Үйге келмей тұрып әкем ұлдарды армандаған екен. Біреуі шеберханасына механик, екіншісі мықты боксшы болады деп армандаған. Бірақ 2 ұлдың орнына дүниеге біз апам екеуміз келдік. Ал апаң кім? Ол қазір 20 матчтың жеңімпазы. Солай майлы. Ал мен болсам екінші шеберханаға ақша жинаудамын. Пижамаңызды киюді ұмытып кеттіңіз ау деймін. Мен пижамасы ұйықтағанды ұнатам. Мұнан тағы балы, олай кезбе. Ал мен болсам жарылыстарды ұнатамын. Бар айтарым сол ғана. Өтірік айтпа, Винни, айтарың одан да көп. Біздің гүл сататын дүкеніміз болатын. Раушан гүлдер, әдемі қалампырлар, хош иісті гипсофилалар сататынбыз. Бір күні мектеп түлектеріне қыздарға гүл шоқтарын жасау керек болды. Анау қолдарына тағатындар не деуші еді солар. Шуылдаған қыздар әбден мазамдалды. Басқасын жасаңыз, бұл ұнамайды. Гүлдің түсі көйлегіме келмейді. Әбден мазамдалды. Тура сол кезде көршілерінің газы кеміп қалды ма қайдам, көрсете қалды. Сөйтіп көршілерінің үйі бір сәтте жерме-жексен болды. Мен витринадан сыртқа атып шықтым. Сол кезде сол жарылыс мен үшін бір белгі болғандай болды. Мальер мұнда қалай келді? Ол жайлы сөз қозғамағаның жөн. Білмегенің дұрыс. Қодыр, сен де айтушы болма. Маған да бекер айттың. Маған сенің білмегенің дұрыс. Тоқта, қолымда тапанша бар. Ау, бұл не тағы? Өрт пе? Өртеніп барамыз, көріңдер, ояныңдар, Қазір сазайыңды берем. Тәч ұйықта деймін. құтқарыңдар, өртеніп барам.